Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым. Мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи парламенттік тыңдауда ескі Қазақстанның олигархтармен күресуге қауқары жетпей отырған Тоқаевтың жұмысын сынады. Депутат жаңа Қазақстан әлі де Назарбаевты қолдап жатқанын ашық айтып, Тоқаевтың отставкасын талап етті. Тыңдамас бұрын Бапимен келіссеңіз, лайк басып, комментарийге жазыңыз. Ал кеттік. Келесі сөздің бәрі Бапидікі. Иә, құрметті үкімет мүшелері, сіздер халыққа жанашыр болып, несие алма деп ақыл айтқыларыңыз келеді. Сіздер қайыршылықтың алдында отырған халықты банкілік қарыздан сақтандырғыларыңыз келеді. Жөн, дұрыс, халыққа жанашыр болу керек, бірақ қарыз алма деп ақыл айтып емес, нақты қамқорлықпен жанашыр болу керек. Жұмыссыздықты жой керек, жаңа жұмыс орындарын ашу керек. Қысқасы, көп керек. Есіңізде болсын, қарыз бен несие көп болуына ел тұрғындарының өзі кінәлі емес, халықты осындай қайыршылық күйге түсірген мемлекет пен оның дәрменсіз үкіметі кінәлі. Сіздер ескі Қазақстанның халық алдындағы қарызын неге іздемейсіздер? Сауықтырамыз деп, ұлттық қордан банкілерге берілген триллиондаған теңге қарызды қайтаруды неге талап етпейсіздер? Сауықтырамыз деп, мемлекеттен бөлінген триллиондармен бірге Казкоммерцбанк қалайша халық банкіне сіңіп кеткенін тексерген үкімет бар ма? Сіздер халықтың қарызын емес, бірнеше банкті біріктіріп, қыруар сауықтыру қаржысын бір банкіге жинастырып, оның барлығын сыпырып, сиырып алып кеткен Назарбаевтар мен олигархтарға тиесілі банкілерінің халыққа берешек қарызын неге қайтармасқа? 2008-2020 жылдар аралығында бұл қаржы ұйымдарына әскерге, мектептерге, медицинаға көмектің орнына халықтың триллиондаған ақшасы құйылды. Министрліктер қолайлы баға алу үшін сияқты халықаралық ұйымдарды есептерімен алдап кетті. 2022 жылдың қаңтарына дейін ақшаның қайда кеткенін ешкім сұрамады. Егер сол триллиондар қайтарылатын болса, халықтың банкілер алдындағы қарызын 10 есе қайтара жауып тастауға жетер еді. Ал сіздер тіпті ол банкілерді неге сауықтырғандарыңызды, ол банктер неге сырқат бола қалғанын білмейсіздер. Білсеңіздер де, ескі Қазақстанның алдында құймышақтың астымен демалып, үндеріңіз шықпайды. Сол қарызды халыққа қайтарайық, әлеуметтік әділеттілікті қалыптастырайық деп, біз ұрланған активтерді қайтару туралы арнайы заң қабылдадық. Қайда сол заңның орындалғаны? Президент Тоқаев мырзаның бұдан бір жыл бұрынғы бастамасы мемлекеттік маңызды науқан ретінде дүркіреп жүріп кеткен жоқ. Дүркіремек түгілі, президенттің активтерді қайтару саясатына саботаж жасалып жатыр деп жауапкершілікпен айта аламын. Біріншіден, активтерді елге қайтарумен айналысуы тиіс уәкілетті органның құрылғаны жөніндегі хабарды ақпарат агенттіктерінен ғана естіп отырмыз. Оның құрамы ел президенті тапсырғандай, 130 адам ба, жоқ қаншасы қырқылып қалды, бұл жөнінде бейхабармыз. Маған жеткен ақпаратқа қарағанда, оның құрамы 30-40 адамнан аспайды екен. Бұл дегеніңіз бір министрліктің бір департаментінен немесе бір аудандық әкімдіктің штаттық құрамынан аспайтын аппарат. Мүдделі ведомстволар, бас прокуратура, антикор мен АФМ ескі Қазақстанның сыбырлауымен ел президентінің бастамасын су аяғы құрдымға жіберу үшін осындай қол аяғы қырқылған құрылым құрған деп білем. Сіздер халықты қарыз алудан сақтандырғыларыңыз келеді. Бірақ ұрланған активтерді қайтару мәселесімен айналысуы керек комитеттің құрылымы жөніндегі ақпаратты депутаттардан және клептократтар ұрлап әкеткен капиталдың қайтуын күтіп отырған халықтан неге жасырып отырсыздар? Активтерді қайтару жөнінде қоғамға таратылуы тиіс ақпарат неге мардымсыз? Бүкіл әлемнің қуысына, офшорлар мен шетелдік банктердің түкпірі түгілі. Өз еліміздің ішінде түрлі қитұрқы схемалармен тығылған орасан зор активтерді қайтару ісімен комитеттің осы 30 адамдық кесілген құрамы толық мүмкіндікпен айналыса алады деп ойлайсыздар ба? Екіншіден, активтерді елге қайтару жөніндегі комиссияның құрамы жалпақ жұртқа неге жарияланбады? Мы засекретили состав комиссии, чтобы на ей членов не оказывались давление извне деп міңгірлейді үкімет. Бесіктегі бала сенбейтін бұлжырақпен халықты алдарқытқыларыңыз келе ме? Жаңа жол іздеу. Бір кездері Пекин Мәскеудің шамына тимес үшін орталық Азияда өзін барынша сақ ұстауға тырысатын. Бірақ кейінгі жылдары Қытайдың қарқыны үдей бастады. Пекин Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясын кеңейтіп, дипломатиялық әріптестік пен қауіпсіздік саласындағы келісімдер арқылы өңірдегі ықпалын күшейтті. Қыркүйекте Си Цзиньпин пандемиядан кейінгі шетелге бірінші сапарын Қазақстаннан бастап, ары қарай Өзбекстандағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысты. Пекин орталық Азия елдерімен екіжақты қатынасын нығайтып, Мәскеудің қатысынсыз әріптестіктің жаңа форматын құруға тырысты. Қытайдың өкілетті тұлғалары
Орталық Азия басшыларымен виртуал кездесулер өткізіп келген. Мамырдағы саммитте Си Цзиньпин өңір елдерінің президенттерімен жеке кездеседі. Бұл саммит Украинадағы соғысқа байланысты Ресейдің ықпалы азайып, Қытайдың рөлі күшейгенін көрсетсе де, Темір Омаров Мәскеу мен Пекин Орталық Азияда бәсекелес емес дейді. Мәскеуді қорлауға талпыныс көріп отырған жоқпын. Қытай Ресейді аймақтан ығыстырғысы не, оның орнын басқысы келмейді. Пекин Мәскеумен қатынасын жақсы жолға қоюға тырысып жатыр. Бұл Қытайдың сыртқы саяси мүдделеріне сәйкес келеді, дейді сарапшы. 21 наурызда Мәскеудегі кездесуден кейін жарияланған мәлімдемеде Си Цзиньпин мен Путин Орталық Азияда ортақ мүддесі барын, өңір мемлекеттерінің тәуелсіздігін сақтап, оларды сыртқы күштердің ықпалынан және түрлі түсті революциялардан қорғау үшін бірлесіп жұмыс істейтінін айтты. Пекин мен Мәскеу батыс елдері туралы сөз болғанда, түрлі түсті революция туралы айтқанды жақсы көреді. 2022 жылы қаңтарда Қазақстанда бейбіт наразылықтан басталып, жаппай тәртіпсіздікке ұласқан қаңтар оқиғасы туралы айтқанда да Си Цзиньпин осы терминді қолданған. Орталық Азиядағы болашақ дағдарыстардың алдын алуға келгенде, Пекин саясат пен қауіпсіздік саласындағы негізгі рөлді Мәскеуге беріп отыр. Фросбург мемлекеттік университетінің профессоры, Қытай мен Ресейдің оңтүстік және Орталық Азия елдерімен қатынасын зерттеумен айналысатын Хайын Ма, Украинада соғыс басталғалы Орталық Азия елдері Мәскеуден іргесін аулақ салуға тырысып жатыр дейді. Орталық Азия елдері Ресейдің саяси және әскери қысымына қарағанда, Қытайдың бейбіт экономикалық даму моделін дұрыс көретін сияқты, дейді ол. Бұл жағдай Қытайға жаңа мүмкіндіктер ашты. ақш пен бәсеке артқан тұста Пекин батыс шекарасындағы ықпалын күшейткісі келеді. Биыл Си Цзиньпин әлем елдерінің басшыларына арнап, Қытайдың инвестициялық бастамасы бір белдеу бір жол жобасы аясындағы 3-ші халықаралық форумын өткізеді. Бұл форумда оңтүстік және Орталық Азияға ерекше көңіл бөлініп отыр. Қытай мен Ресей бір белдеу бір жол жобасымен Еуразиялық экономикалық одақ арасында байланыс табуға тырысып жатыр. Мәселен, Пекин Қытай Қырғызстан Өзбекстан темір жолының құрылысына қаржы бөлуге келісті. Орталық Азия елдері Қытай мен Ресейдің қатынасын демін ішке тартып, бақылап отыр. Бір жағынан, Пекин мен Мәскеудің экономикадан басқа салаларда тым жақын болуы жақсы жаңалық емес. Екінші жағынан, Қытайдың Орталық Азия мен Ресейге арналған экономикалық жоспары тартымды көрінеді, дейді ма. Украинада соғыс басталғалы Ресей біршама әлсіреп, өңір мемлекеттері өз қауіпсіздігі үшін алаңдай бастады. Бірақ Орталық Азия батыс санкцияларының астында қалған Ресейдің жағдайынан пайда да тауып үлгерді. Дүниежүзілік банк дерегінше, Орталық Азия тұрғындарының көбі әлі де Ресейде жұмыс істейді. Олардың елде қалған туыстарына жіберетін ақша аударымдары соғыс басталғалы артпаса, кемімеген. 2022 жылғы ақпаннан бері Ресей мен Орталық Азия елдерінің, әсіресе Қырғызстанмен және Өзбекстанмен арада сауда айналымы артқан. Өйткені Ресейге Еуропадан келетін импорттың орнын толтырып, өз тауарын шетелге сату қажет болды. Орталық Азия елдері үшін Қытай мен Ресейдің маңызы зор. Олар Еуразиядағы екі үлкен державамен қатынасын бәске тіге алмайды. Осының салдарынан өңірде батыс елдерінің рөлі күрт азаюы мүмкін, дейді Омаров.